Баршаңызға сәлем, мен Нардима, қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз пирожки дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай ингредиенттер қажет болады. Біздің ыдысымызға жылы сүт пен жылы суды құямыз. Ал енді тұзымызды, қантымызды және дрожжіні қосамыз. Барлығын араластырамыз. Ал енді өсімдік майын құямыз. Ал енді ұнымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сіз қамырыңызды араластырып жатқанда ол қатты сұйық болып жатса, тағы 1 стакан ұн қоссаңыз болады. Мен қолыма майды жағып алып, қамырымызды илеуге кірістім. Қамырымызды жақсылап араластырып болған соң, ыдысымызды өсімдік майымен майлаймыз. Себебі біздің қамыр көтерілгенде ол жандарына қатты жабысады. Ал оны содан жуу қиын болады. Мен ыдысымды майлап алдым. Енді біздің қамырымыз салып, қақпағын жабып, көтерілгенін күтеміз. Ал ендеше біздің қамырымыз көтеріле берсін, біз оған начинкасын дайындайтын боламыз. Мен оны 40 қабаттан жасайтын боламын. Біздің табамызға өсімдік майын құямыз және қызғанын күтеміз. Енді пиязды саламыз. Пияз салып, жақсылап араластырамыз. Оны шамалы сарылау болғанша қуырамыз.
Міне біз барлығын жақсылап қуырдық. Енді біздің қырыққабатымызды қосамыз. Қырыққабатымызды салып болған соң жақсылап араластырамыз. Тұз бұрышты қосып, біздің қазанның қақпағын жауып, ең төменгі отта 20 минуттай пісіреміз. Осы видеода мен қазір тұз бен бұрышты қосып жатырмын. Барлығын жақсылап араластырдым. Енді қақпағын жабамын. Қайтып айта кетейін, ең төменгі отта 20 минуттай дайындаймыз. Ал енді біз қамырымыз көтерілді. Қамырымызды жайып, осындай кесе арқылы біз осындай дөңгелектер жасаймыз. Біздің саумамызды пирожкиге салардың алдында оны міндетті түрде суытып алу керек. Әйтпесе қамыр тесіліп, қатты сұйық болып бастайды. Мен пирожкині 3 түрлі пішінде жасадым. Видеода көрсеңіз болады. Ал пирожкині осылай пішіндеуді мен өзім сол видеоны түсіріп жатқанда ойлап таптым. Өте әдемі көрінеді. Міне біздің пирожки жақыннан осылай көрінеді. Бұл өте әдемі, маған өте қатты ұнады. Барлығын осылай істеп шыққаннан соң бетіне жұмыртқаны араластырып, бетіне жағып 180 градуста 35 минуттай дайындаймыз. Міне біздің пирожки дайын. Барлықтарыңызға дайындап көруге кеңес беремін. Өте тәтті, өте дәмді. Арасы осындай болып шықты.
қош сау болыңыздар.